Ассалаумағалейкум, құрметті қазақтар. Қазір кез келген қазақтар үшін, біздің ұлт үшін ең бастысы не? Ең бастысы біздің халықтың туу деңгейі жоғары болсын. Сонда біздің халқымызға болашақ болады. Қазір әлемде көптеген халықтар азғандайды және жақын арада жоғалып кетеді. Егер кім халықты жойғысы келсе, онда концлагерь салудың қажеті жоқ. Бұл халықтың әйелдеріне, одан да жақсы қыздарға тұрмысқа шығудың қажеті жоқ, бала туудың қажеті жоқ деп сендіру керек. Қыздар, әйелдер тек қана өзімен айналысу керек. Әйелдер, қыздар тек қана өзіне қамқорлық жасау керек. Тағы басқалар. Осыдан кейін осы халықпен не болады? Сонда бұл халықты жоюдың қажеті жоқ. Бұл халықтың өзі бірнеше ұрпақтан кейін жойылып кетеді. Біз мұның қазақтармен болуына жол бермеуіміз керек. Кейбіреулер егер бала туу үшін жоғары жеңілдіктер пособия болса, онда әйелдер көп балалар туады дейді. Бірақ бұл шындыққа жараспайды. Кейбір бай елдерде бала туу үшін өте жоғары жеңілдіктер пособия бар. Бірақ бұл елдерде туу деңгейі өте төмен. Ал кейбір кедей елдерде босану бойынша жәрдемақысы пособия мүлдем жоқ. Және бұл елдерде дүние жүзіндегі туудың ең жоғары көрсеткіштері бар. Туу деңгейі әйелдерге берілетін жәрдемақысының мөлшеріне емес, әйелдердің еркектерге деген құрметіне, некеге тұруға көзқарасына байланысты. Бұрын кезде қазақтарда өте күшті некелер, отбасы құндылықтар болған. Іс жүзінде ажырасулар болған жоқ. Большевиктер қазақтар арасында отбасылық құндылықтардың құлдырауына үлкен әсер еткен. Неліктен Қазақстанда отбасылар жиі ажырасады? Қазір ажырасқан әйелдер көп. Ал бұрын ажырасқан әйелдер саны онша көп емес болған. Неге олай? Егер ескі күндерде әйел ажырасып кетсе, онда оның балалары өзі анасын жек көруге басталған. Анасы өзін балаларының көрметтік жоғалтқан. Ажырасқан әйелді өзінің туыстары мен қоғамын жоққа шығарған және шунтаған. Ажырасқан әйел егер күйеуі әйеліне жалқау болғандықтан, немесе солға қыдыруға ұнатқандықтан, оның қуып шықса, онда осы әйел рудан, елінен шығарылған. Ал қазір не болып жатыр? Қазір кейбір әйелдер үшін ажырасу тиімді бизнеске айналды. Ер адамды тонады дегенмен, некедегі тұрмыста болған кезде кейбір әйелдер бір күнде жұмыс істемеді. Ажырасқан әйел бұрынғы күйеуін балаларымен түйіседі, бопсалады. Қазір мынандай бар әйелдер, әлеуметтік желілер арқылы басқа елдерді бұрынғы күйеулерінен барынша көп ақша алуға үйретеді. Отбасын құтқара алмаған ажырасқан әйел, қазір мұндай әйел біздің қоғамда қолдау мен құрметке ие. Осы уақытта бізде еркектерде әйелдерге қарағанда құқықтарымыз бізде аз. Мұсылман елдерінде ажырасулар іс жүзінде жоқ, аз.
Өйткені ажырасқан жағдайда шариғат бойынша балалар барлық мүлік әкесінде қалады. Ал әйел кетіп, киген киімін алтын зергерлік бұйымдар ғана алып кетеді. Сондықтан мұсылман елдерінде әйел ажырасу туралы өтініш бергенге дейін 100 рет ойлайтын болады. Біз қазақпыз. Қазақтар туралы айтқандарын немесе ойлатындарын тыңдамауға тиіспіз. Біз қазақ халқының болашағы туралы ойлануға керек. Қазақтарға туудың жоғары деңгейі қажет бізге. Қазақ әйелі үшін ең бастысы отбасы, көп балалы, сүйікті күйеуі, отбасындағы өзара түсіністік керек. Ең бастысы қазақ әйелі. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.